Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін алимбандтың қалау мәнін үйренеміз. Бірінші көрсетейік. Біріншіден айтарым, менің гитарам расстроенный емес. Өйткені оның струналары железный, дауысы басқа шығады. Дауысы нормальный. Міне, естіп тұрғандарыңыз. Ал бірінші аккордтарға көшейік. АМ аккорды. 5-ші лад, факсыз. 2-ші F аккорды, 1-ші лад. 3-ші С аккорды. 4-ші G аккорды, бары 3-ші лад. Бойы бізде девятка деп аталады. Қалай ол? 2 рет төмен, 3 рет жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сонда қалай? 2 рет жоғары, тағы да көрсін. 3 рет жоғары, 2 рет төмен, 3 рет жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Қайталайық. Ал қарапайым барес түрдегі аккордтар ол АМ кәдімгі АМ қалады. Ал екінші бізге F аккордын барес түрін көрсету керек. Ол үшін бірінші саусағымыз бірінші лад, екінші струна, ортаңғы саусақ екінші лад, үшінші струна, үшінші саусақ, бесінші струна, үшінші лад, ал кішкентай саусақ, төртінші струна. F аккордын аламыз. С былай, ал G былай аламыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылыңыздар.